Саламатсыздар ма балалар? Бүгін бізде әдебиеттік оқу пәні бойынша 3-ші сыныптың 71-ші сабағы. Сабағымыздың тақырыбы халық ұстазы. Ендеше сабағымызды бастайық. Бірінші тапсырма: берілген пікірді пайдаланып, Ахмет Байтұрсынұлы туралы әңгімеле. Ахмет Байтұрсынұлы халықтың рухани көсемі. Мұхтар Әуезов. Ахмет Байтұрсынұлы ұлтын шын сүйетін. Сәкен Сейфуллин. Үшінші, біз бүгін ахаңның әдебиет танытқышын Аристотельдің поэтикасымен салыстырар едік. Мұның мәнісі екеуі де, бірі грек әдебиетінің, екіншісі қазақ әдебиетінің әліпбилері. Зейнолла Қабдолов. Төртіншісі, Ахмет Байтұрсынұлы қазақ тілінің тұңғыш әліпбиесі мен оқулықтарының авторы. Рабиға Сыздық. Ахмет Байтұрсын туралы айтайық. Ахмет Байтұрсынұлы 5 қыркүйек 1878 жылы қазіргі Қостанай облысы Жангелді ауданы Ақкөл ауылында дүниеге келген. 8 желтоқсан 1937 жылы Алматыда дүниеден өткен. Қазақтың ақыны, әдебиет зерттеушісі, ғалым, түркітанушы, публицист, педагог, аудармашы, қоғам қайраткері. Қазақ халқының 20 ғасырдың басындағы ұлт-азаттық қозғалысы жетекшілерінің бірі, мемлекет қайраткері, қазақ тіл білімі мен әдебиеттану ғылымдарының негізін салушы ғалым, ұлттық жазудың реформаторы, ағартушы, Алашорда өкіметінің мүшесі. Келесі тапсырма: мәтінді түсініп оқы. Бала Ахмет. Ахмет шыр етіп жарық дүниеге келген Сарытөбек жердің шеті дерлік бір түп көл. Ақкөл атты көлі бар. Сол сайын далада дүниеге нәресте келді. Атын Ахмет деп қойған. Бала өсіп жатты, қабілетті болып өсті. Айтқанды қағып алады. Зерделі бала. Ол өз бетінше сан алуан кітаптар оқиды. Әдебиетпен айналысады. Ахметтің дамып өсуіне Торғай өңіріндегі ақындық мектебі де әсер етті. Ол Жұмабай, Есенжол, Сейдахмет ақындарының жырларын тыңдап өсті. Домбыраны әрі ақын, әрі композитор Есенжол Жанұзақұлынан үйреніпті. Сейдахмет ақын бала Ахметті ерте-ақ танып, елетпей көк өрімдей болғандығын танытқан таңғажайып алғырлығын. Әдейі Ахметке өлең арнап, қолыма домбырамды алдым бүгін. Бақ қонды оңнан жаңа асқанында, асарсың өнердің сан асқарында. Жарқырап әлі бір күн тұрарсың сен, жұлдыз боп қазағымның аспанында, деген. Дана ақын бала ақынның болашақта қазақ аспанында жұлдыз боп жанатынына сенген. Ахметтің ұстаздық жолға түсуіне Ыбырай Алтынсаринның әсері мол болды. Ол Ыбырай мектебінің үздік әрі жүйрік шәкірті атанды. Ұлы ұстаз қалдырған өнеге мен тәлімді көрді, оған еліктеді. Қағабай Сәрсекеев. Ұлт ұстазы кітабынан. Үшінші тапсырма: мәтінге сүйеніп бала Ахметті сипатта. Бала Ахмет өте ақылды, қабілетті, зерделі, алғыр, үздік шәкірт. Төртінші тапсырма: мәтінде Сейдахмет ақын Ахмет туралы не дейді? Қалай ойлайсың? Ақын үміті ақталды ма? Мәтінде Сейдахмет ақын Ахмет туралы былай дейді: алғырлығын танытты, 10 жасында басына бақ қонды, өнердің асқарынан асасың, қазағымның аспанында жұлдызы боп тұрасың деп үміт етеді. Сейдахмет ақынның үміті ақталды. Бесінші тапсырма: топқа бөлініп сөйлеуге дайындалыңдар. Жоғарыда келтірген пікірлерді пайдалануды ұмытпаңдар. Ахмет Байтұрсынұлы ақын. Байтұрсынұлы шығармашылық жұмысын өлең жазудан бастаған. Онда ол еңбекші, халықтың ауыр халін, арман-тілегін, мұң-мұқтажын көрсетіп, жұртшылықты оқуға, білім-ғылымға, рухани биіктікке, адамгершілікке, мәдениетті көтеруге, еңбек етуге шақырады. Патшалық Ресейдің қанаушылық, отаршылық саясаттың шенді-шекпендінің алдында құлдық ұрған шенеуліктердің опасыздығын сынады. Ақынның алғашқы өлеңдері «40 мысал» атты аударма жинағында 1999 жылы Санкт-Петербургте жарық көрді. Бұл кітабы арқылы қалың ұйқыда жатқан қараңғы елге жар салып, олардың ой-санасын оятуға бар жігер-қайратын, білімін жұмсайды. Ақын әрбір аудармасының соңына өзінің негізгі ойын айтайын деген түйінді мәселесін халқымыздың сол кездегі тұрмыс-тіршілігіне, мінезіне, психологиясына сәйкес қосып отырған. Ахмет Байтұрсынұлы ұстаз. Мұғалімдік қызмет жолын 1895 жылы бастаған. Ақтөбе, Қостанай, Қарқаралы өздерінің ауыл, болыс училищелерінде сабақ берген. Ахмет Байтұрсынұлы қазақ әліпбиінің алғашқы авторы. Ол тіл құрал, оқу құралы, тіл жұмсар, баяншы, іспетті еңбектер мен түрлі хрестоматияларды жазған. Әдістемелік бұл құралдар әлі күнге дейін қазақ білімі мен
тіл оқыту әдістемесі саласындағы ғалымдардың қолданысына ие. Үшінші Ахмет Байтұрсынұлы ғалым 1917 жылы қазан төңкерісінен кейін алаш қозғалысын ұйымдастырып бағдарламасын жазған. Қазақстанның тұңғыш халық ағарту министрі, Қазақстан академиялық орталығының жетекшісі, Алматыдағы Ташкенттегі жоғарғы оқу орындарының профессоры қызметін атқарады. Келесі тапсырма. Алтыншы тапсырма. Ахмет Байтұрсынұлы туралы білгеніңді сызбаға түсір. Ахмет Байтұрсынұлы ақын, ғалым, ұстаз. Ақын Досмахат, ғалым тіл құрал, ұстаз Маса деген еңбегі бар. Осымен сабағымыз аяқталды. Соңына дейін бірге болғандарыңа рахмет. Сау болыңдар.